Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Эмма Тока. Бүгін менде жаңа сериал болады, яғни бұл жатақхана қыздары деп аталады. Мен кейіпкерлерді таныстыра кетейін. Бұл қыз негізінде орыс қыз, бірақ қазақ тілін біледі. Бұның аты Лиза, ал бұл қыздың аты Аида болады. Ал бұл қыздың аты Әмина, ал бұл қыз Толқын, Эльза. Ал біз бастайық. Қыздар, бәріміз бір класстасыз, бір сыныпта оқығанбыз, еще бәріміз Алматыда Казгуда оқимыз. Иә, өте керемет. Иә, қыздар, негізінде бұл үйді алғанымызға біз 3 апта болып қапты, бірақ алдына ғана 2 апта бұрын жинағанбыз. Шашылып кетті, даже пол да дұрыс сүртілмеген. Давайте жинаймыз үйді. Негізі мен бұған келісемін. Онда жинасақ жинайық, неден бастайды? Сосын списокқа жазып қояйық. Я, дұрыс айтасыңдар, списокқа жазып қояйық. Так, мен үлкенімін, сондықтан да мен айтайын. Лиза, сен полдарды сүртесің. Жарайды. Ал Аида, сен шаңдар, яғни шкафтарда, холодильниктің сыртында, гарнитурдың сыртын, суреттер, солардың бәрі шашам болып қалады ғой, кішкене шамдар дегенде ше, гүлдердің ашықтары. Ясілікті соларды мен сүртіп шығам ғой, иә. Ал мен болсам, ана кілемдерді пылесоспен, қалай айтсам болады. Қысқасы, мен кілемдерді пылесостап аламын. Ал сен, Толқын, мен істеймін. Сен гүлдерге су құйып шығасың. Жарайды. Ал сен болсаң, сен, Эльза, терезелерді сүртіп шығатын боласың. Жарайды. Ал жұмысымызды бастайық. Бірінші ана кіреберіс жақта тұрған шкафқа барайық. Так, қыздар, осылай кезек-кезекпен тұрамыз. Ал мен затымды алып алайын. Мен полдарды сүртіп шығамын, сондықтан да мен осыны аламын и осында алатын боламын. Мен кеттім. Так, мен осындай аламыз, бұл шаңға өте жақсы болады. Кеттім. Ал мен пылесостамын, сондықтан да... жоқ, бұл не екен ғой. Мен осы пылесост аламын кілемдерді. Қыздар, тез жасаймыз сосын. Я, істеп жатыр қой. Лиза осылайша барлық бөлменің полдарын сүртіп шықты. Қыздар, мен барлық бөлменің полдарын сүртіп шықтым. Әйтеуір жақсылап сүрттің ғой, шаң қалдырмай. Иә, сенбесең қара. Так, осы жерге ма, қай жерге қоятын едім? Осы жерге. Әмина да барлық бөлменің кілемдерін пылесостап алады. Сен де қасыра отырайыншы. Аида да осылай жүріп, барлық үйдің шаңдарын сүртіп шығады. Келдім. Так, қайсысын алсам болады? Білмеймін, өзің біл. Сразу да осы салайын. Кеттім. Дұрыстап қой, шашыратпай. Әміне мен компьютердің қолданса, жауып кету керек қой, адам құсап. Шында қыз.
Уф, қыздар, бәрін жинап болдық қой, әсер дегенде. Иә, давайте, қыздар, ертең өзімізге бір нәрсе ұйымдастырайықшы. Қуасың ба, Амина, ертең бізге сессия емес па, қуат екенсің ғой, сен десе қалай қыдырамыз? Қуасыңдар ма, сессия тек 1-2 сағаттық қой, соншама. Енді не болыпты, дайындаламыз соған. Қыздар, тұра тұрыңдар, короче, бір жаққа қыдырамыз ба? Иә, негізінде бірдеңе айта салайын сіздерге. Гуглдан немесе ютубтан сессияның жауаптарын қарай саламыз да, тапсыра саламыз, и потом сол жерден қыдырып қайтамыз, күшті болып. Онда машинамен басқаға көшіп кетейік ба? Қумаңдаршы, киноға барайық, немесе киноға барайық. Давай квестке барамыз, квестке күшті нәрсе. Қумаңдаршы, қайдағы квест, қайдағы киноға бару? Сессияға дайындалыңдар одада. Қыздар, айтып тұрмын ғой, сессияның сұрақтар, жауаптарын ютубтан қарай саламыз деп. Ой, иә. Ойлаймыз, отырамыз деген түнде басып кепті ғой. Жарайды. Ертең мен сессияның жауаптарын қарап келейін, мен потом сіздерге айтамын барлықтар түсіндер. Машпаргал алып келеміз, шпор. Ал пижамамызды киіп ұйықтайық. Ал қыздар, ұйықтайық. Телефонды төбеге жатамыз ғой.